Сіздерме құрметті көрермендер, бұл мұғалім жобасының подкасты. Бүгін бізде қонақта мұғалім жобасының екінші курс студенті Ағзам Қайырым. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз заманауи мұғалім қандай болу керек. Енді алғашқы сұрағымызға тоқталатын болсақ, мұғалім тәлімгер ме, әлде ақпарат көзі ме? Мұғалім бізде негіз тәлімгер. Неліктен? Себебі ақпарат көзі ретінде біз ғаламторды, кітаптарды, немесе қазіргі таңда жасанды интеллектті қолдана аламыз. Сол себепті бізде мұғалім тәлімгер. Неліктен? Өйткені бұл балаларға жол көрсетуші, балаларға бағыт беруші тұлға болып табылады. Ал бұрынғы кезде мұғалім ақпарат көзі ретінде де қарастырған болады. Оны қалай ойлайсыз? Иә, оныңыз рас. Бұрынғы білім беру жүйесінде мұғалім мен бала қарым-қатынас мүлдем басқаша болған. Яғни бізде бала объект ретінде қарастырылады. Яғни бізде егер байқасаңыздар, кейбір үлкен мұғалімдер әлі де сол форматты ұстанады, яғни тек қана лектор форматында балалармен кері байланыс немесе қарым-қатынас жасалмайды, тек қана бір тарапты ақпарат беру болып табылады. Бұл жерде біз тәлімгерден гөрі ақпарат беруші деп анық айта аламыз. Иә, ойыңызда келісуге болады. Келесі, бізде заманауи мұғалімнің міндеті IT маманы бола білу бе, әлде сабаққа жаңа технологияларды қолдана білу ме? Қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда байқасақ, цифрлық технологиялар өте дамыған. Сол себепті бізге, яғни болашақ мұғалімдерге белгілі бір таңда цифрлы сауатты болу немесе цифрлы әлемнен белгілі бір білім нақты қажет бізге. Және біздің білім алу бағдарламамызда да белгілі пәндер бар, ақпараттық технологияға байланысты. Яғни біздің цифрлы әлеуетімізді, цифрлық білімімізді, дағдыларымызды арттыру үшін бағытталған. Ал бірақ та бұл біздің жаңағы IT мамандарындай білімді болуымызды міндеттемейді. Яғни бізден тек белгілі бір мөлшерде нақты ақпараттық технологиялар жайлы біліміміз қажет болғандығы жеткілікті болып есептеледі. Сонда мұғалімнің IT маманы болу білуі, яғни цифрлық технологиядан хабары білу міндеті? Иә, хабардар болуы міндетті. Дегенмен оның IT маманындай терең білім болу қажетті деп міндетті деп айта алмаймын. Келесі сұрақ, бізде мұғалім бойындағы эмоционалдық интеллект пен коммуникациялық орната білу қабілеті өз білімінен жоғары тұру міндетті ме? Бұл өте жақсы сұрақ. Неліктен? Өйткені әсіресе бастауыш сыныптарында және мына орта класстарда мұғалімнің баламен қарым-қатынасы өте маңызды. Яғни өтпелі кезеңдерінде немесе мектеппен алғаш танысқан жылдарында бала көп жағдайда эмоционалды буллингке немесе эмоционалды проблемаларға ұшырайды. Неліктен? Өйткені белгілі бір жандардан немесе белгілі бір тұлғалардан қолдау көре алмайды. Яғни жаңағы ұстазынан, немесе достарынан, немесе ата-анасынан жаңағы өзінің мәселелерін іштен шығара алмағандықтан көптеген мәселелер туындап жатады. Ал бізде мұғалімнің эмоционалды интеллекті дамыған болатын болса, ол баланың бойындағы жаңағы көңіл толымсыздықтарды, оның көңіл күйінің нашарлығын, немесе тағы басқа мәселелердің бәрін тез арада байқап, оған көмек көрсете алатын еді. Егер де оның эмоционалды интеллекті жоғары немесе жетілген болған болса. Бірақ та бұл бізде оның пәндік білімінен артығырақ болу міндет деген сөз емес, бірақ та екеуі белгілі бір деңгейде қатар болуы бұл әлбетте қажет. Сонда эмоционалдық интеллект тек сынып жетекшілерде болу қажет пе, әлде барлық мұғалімге тең дәрежеде болу керек пе? Эмоционалды интеллект бұл бізде әрбір ұстазда болу қажет. Неліктен? Өйткені бала өмір бойында, мысалы 11 жыл өмірін қарастырайық, 11 жыл мектеп қабырғасында, ол тек қана бір мұғалімнен сабақ алмайды. Иә, бастауыш сыныптарда ол бір мұғалімнен 4 жыл білім алу мүмкін, яғни. Бірақ үлкен класстарда ол әр сабағын әртүрлі ұстаздан алады. Ал бұл жерде бізде бір ұстаздың ғана бақылауы жеткіліксіз болады. Оны баланы әр адам әр тұсын байқайды деген секілді. Сол себепті бізде әр ұстаз сынып жетекшіден бөлек, әр ұстаз баланың эмоционалды ахуалынан хабардар болуы міндетті. Ал мектептерде бізде психолог мамандары бар, сонда олардың міндеті қандай болады? Психолог мамандары бұл маңызды рөл атқарушы мамандардың бірі болып табылады, бірақ та әрбір ұстаз өз деңгейінде психолог бола білуі қажет. Неліктен? Өйткені біздің аналарымыздың ешқайсысы психолог мамандығын оқымаған, бірақ та олардың әрқайсысында психологтың қабілеті бар. Ал бұл бізде жаңағы баланың жетілуінде, оның тұлға болып қалыптасуында, жаңағы ұстаздың психологиялық дағдылары, оның эмоционалды интеллектісі әрқашан жетілген, дамыған болу өте қажетті. Енді келесі сұрағымыз. TikTok және де тағы да басқа қысқа да видеолар дәуірінде баланың назарын 45 минут бойы өз бойында ұстап отыру ол қалай және де оны қандай салалармен байланыстыра білу керек?
Бұл өте орынды сұрақ, қазіргі таңда өзекті мәселе. Байқасақ, балалардың яғни бір нәрсеге назар аударып отыру уақыты тым қысқарып кетті қазіргі таңда. Яғни олар көбінде СДВГ, яғни бізде жаңағы концентрация жетіспеушілігі көп. Неліктен? Өйткені олар балалық шағынан концентрацияны барынша сейілтетін ақпараттарды қабылдағандықтан сондай бізде салдар туындап отыр. Ал енді оны қалай не істейміз? Бұл жерде біз қоғамды түбегейлі төңкеріп ауыстыра алмаймыз. Ештеңкені жүзде-жүз ауыстыра алмаймыз. Бұл жерде біздің қолымыздан келетіні сол балаларға барынша келетін арнайы жоспар құруымыз қажет. Яғни мысалы білім беруде немесе мына білім беру әдістемелерінде, технологияларында, жалпы білім үдерісінде, процесінде белгілі бір жаңа әдістемелер құруымыз қажет. Яғни ол жерде мүмкін тайминг басқаша болуы мүмкін. Қазір мысалы орташа мектептегі қарапайым КМЖ, яғни қысқа мерзімді жоспарларға назар аударатын болсақ, ол жерде сабақ 45 минутқа жоспарлаған. Оның негізгі бөлімі 20 минут мысалы. Психологиялық ахуал қалыптастыруға 5 минут деген сияқты мысалы белгілі таймингтер бар, яғни уақыттар бөлінген. Соны біз қайта қарастырып шығуымыз керек. Яғни қазіргі таңдағы балалардың күйіне байланысты уақыттың бөлінуін, уақыттың ыңғайлануын өзгертуіміз қажет. Яғни бұл сабақтың уақытын қысқарту деген сөз бе? Жоқ, бұл сабақтың уақытын қысқарту деген сөз емес. Бұл жаңа подход табу дейді ғой орыс тілінде. Яғни жаңаша түрде. Яғни 45 минутты мысалы біз бұған дейін 6 немесе 5 бөлікке бөлген болсақ, ендігіден бастап біз 45 минутты жаңағы одан да көбірек, бірақ та өнімдірек етіп бөлуіміз қажет. Яғни балалардың сол қысқа уақыттық қана назар сала алатын жағдайын пайдаланып, бүткіл тапсырмаларды, бүткіл ақпаратты беруді соған айналдыруымыз қажет. Бұл балалардың зейінін арттырады деген сөз айтқыңыз келе ме? Бұл балалардың зейінін біртіндеп қалпына келтіруге көмектеседі. Яғни балалар аз-аздан болсын, қысқа-қысқадан болсын жаңағы тапсырмаларға назар аудару арқылы, оларды істеу арқылы уақыт өте келе олардың зейіні қайта шоғырлана бастайды. Енді келесі сұрағымызға тоқталатын болсақ, сыныптағы 30 түрлі мінез және 30 түрлі қабілет бар. Және де оны заманауи мұғалім ретінде басқара білуді қалай ойлайсыз? Заманауи мұғалім ретінде әртүрлі баланың әртүрлі болуы бұл табиғи дүние. Және де мұғалімнің қолынан келгенше бұл жағдайда көшбасшы бола білуі, оларды ұйымдастыра білуі бұл өте маңызды болып табылады. Мысалға, қазір мектептерде жас маманға сынып беріп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл меніңше белгілі бір дәрежеде дұрыс. Дегенмен бізде жаңағы мұғалімдер арасында менторлық дейді. Яғни көп жылдық жұмыс өтімі бар мұғалімдердің жаңағы жас мамандарға қадағалаушы болуы, оларға фасилатор, яғни бағыттаушы, тәлімгер болуы қажет деп ойлаймын. Яғни оларды келе салысымен оларға белгілі бір сыныпты қолдарына тапсырып, олардың ары қарай жақсы болып кететініне жай ғана сенім артып отыра беру қажет емес. Белгілі бір жүйелер құру қажет. Яғни үлкен мұғалімдерді жауапты ету қажет. Жаңа жас мамандардың өз жұмыстарымен дұрыс іске асыруына, яғни. Мұғалім көшбасшы ретінде өзінде қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Мұғалім көшбасшы ретінде, егер де көшбасшы сөзінен дұрыс назар аударатын болсақ, түбіріне. Яғни бұл бізде басқарушы емес, бұл бізде көшті бастаушы. Яғни жаңағы класты белгілі бір көш деп алатын болсақ, сол көшті бастаушы мұғалім болып табылады. Яғни көшбасшы бұл басқарушы емес, артта тұрып алып, бұл көшбасшы алдыда бірге бағыт беріп басқарушы болып табылады. Сонда әрбір мұғалім көшбасшы ма? Әрбір мұғалім көшбасшы болып табылады. Неліктен? Өйткені қоғамды қалыптастырушы, болашақты жасаушы бізде мұғалімдер болып табылады. Енді келесі сұрағымыз, заманауи ұстаз оқушыға қолжетімді болу керек пе? Яғни дос бола білу керек пе? Әлде оның арасындағы арнайы бір субординация сақталу керек пе? Мұғалімнің оқушымен дос болуы бұл дұрыс дүние, дегенмен бұл жерде белгілі бір субординация болуы міндетті түрде қажет. Яғни осындай жағдайлар мектептерде туындап жатады, яғни дос ретінде араласу, бірақ та кейін ол мұғалімнің өзінің беделіне және де мұғалімдердің оған құрметсіздігіне әкеледі. Бұны дұрыс айттыңыз. Неліктен? Өйткені субординация сақталмайтын болатын болса, ол мұғалімнің өз ортасында, яғни өз серіктерінің арасында, яғни басқа мұғалімдер арасында беделінің түсуі, немесе балалардың
окуучулардын арасында беделди түсүүнү алып келүү мүмкүн. Сондуктан бизде субординация міндетті түрде кажет. Ал ретинде дос ретинде араласуу дейтин бул бизге тааныс күндөлүк жагдайда дос мааниси эмес. Бул тек бала менен устаз арасындагы психологиялык акыбалдын жеңил әрі жайлы болуун камтамасыз этүү болуп табылат. Яғни достық қарым-қатынас, яғни 45 минуттың ішінде болу керек пе? Әлде ол сыртқы ортада қалыптасу керек пе? Ол карапайым үзүлүстө, күндөлүктүү өмүрдө ар качан болуу кажет. Келесі сұрағымыз, яғни мұғалім сыныптағы психологиялық ахуалды қалай басқара білу керек? Мұғалім бізде психологиялық ахуалды айқасаңыз, әрбір қысқа мерзімді жоспардың басында психологиялық ортаны қалыптастыру. Яғни жаңағы Блум таксономиясына, Абрахам Маслоудың жаңағы ұсынған әдістемелеріне, технологияларына назар аударатын болсақ, ол жерде әрқашан маңызды дүниелердің бірі жаңағы баланың психологиялық түрде өзін қауіпсіз сезінуі. Маңызды бөліктердің, яғни маңызды пункттардың бірі ретінде қарастырылады. Сол себептен бізде психологиялық ахуалды ұйымдастыру бұл мұғалімнің негізгі міндеттердің бірі болып табылады сабақ басында. Мысалға, бір-біріне деген буллинг, тағы да басқа жүйелерді мұғалім түсінбеген жағдайда, оны балалар кімге барып айтуы мүмкін? Мұғалім түсінбеген жағдайда, яғни бұл жерде қайсы мұғалім деген сұрақ бізде туындайды. Егер ол класс жетекшісі болған болса, бастауыш класстарда, немесе жаңағы орта класстарда деген сияқты. Ол жерде негізінен бізде мұғалімдер өзінің мамандануы кезінде толықтай хабардар етіледі осындай жағдайлардан, осындай психологиялық ахуалдардан немесе ситуациялардан. Сол себепті әрбір мұғалім осы тығырықтан шығу әдістерін немесе осындай жағдаяттардан оңтайландыру тәсілдерін білуі тиіс. Егерде біз жаңадан келген баланы сыныпқа қалай қоса аламыз мұғалім ретінде? Егерде ол бала тұйығырақ болатын болса? Бізде негізі көп жағдайда тұйық балаларды шетке ысырады. Оларды төмендетеді, немесе оларды тыңдауға, немесе олардың өз ойын айтуға көбіне мүмкіндік бермейді. Олардың тұйықтығын одан ары тұйықтап тастауға алып келеді қазіргі таңда, немесе өзіміз көріп жүрген орталарда. Бұл жерде маңызды мәселе сол тұйық баланың бойындағы ерекшелікті байқай білуі қажет мұғалім. Және соны ұйымдастыру жұмыстарын, топтық жұмыстар жасаған кезде сол тұйық баланың өзін ортада, өзін қоғамда, сыныпта маңызды сезінуіне жағдай жасау қажет. Сол арқылы ол баланы ортаға қоса алады. Оның балалармен коммуникациясын жақсартуына мүмкіндік әкеледі. Енді соңғы сұрағымыз, 10-20 жылдан кейін мұғалімдердің орнын роботтар алмастыра ала ма? Қалай ойлайсыз? Бұл сұрақ қазіргі таңда ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, әсіресе ұстаздарға, осы біздерге, жас мамандарға. Яғни сен болашақта өз жұмысынан айырылып қалмайсың ба? Сен мұғалімдікті басқа салаларды алмастырған сияқты жасанды интеллект немесе жаңа технологиялар алмастырып кетпей ма деген бізде өзекті сұрақ бар. Бұл сұраққа мен жоқ деп жауап береді. Неліктен? Өйткені бірінші сұраққа назар аударатын болсақ, бізде ұстаз бұл тәлімгер ме, әлде ақпарат беруші ме деп айттық. Біз тәлімгер деп айтқан болатынбыз. Ал егерде тәлімгерді біз байқасақ, бұл тек қана ақпараттар қоры емес. Бұл бізде эмоционалды интеллекті дамыған, психологиялық интеллектісі дамыған, мысалы, жаңағы өзіміз айта кеткендей. Ол жан-жақты дамыған комплексті тұлға ұстаз. Бұл жай ғана ақпараттың қоры емес. Ал жасанды интеллект бізде не? Жасанды интеллект бұл бізде тек қана ақпараттың қоры болып табылады. Егерде біз басында мұғалімді бұл тек қана ақпарат қоры деген болсақ, онда жасанды интеллект бұл жерде тікелей ауыстыра алатын еді мұғалімді. Бұл жерде жоқ. Мұғалім бізде тәлімгер. Тәлімгердің бойында болған табиғи қасиеттерді сіз технологияларға, жаңа құлтемір аспаптар мен аппараттарға, роботтарға ешқашан жасай алмайсыз. Мысалы қазір кезде балалар өз ойын, яғни қазір өзіміз қолданып жүрген ChatGPT-ге айтқанды дұрысырақ көреді. Бұны біз мұғалім ретінде қалай алмастыра аламыз? Қазіргі таңда үлкен мәселелердің бірі балалардың өмірінде жасанды интеллекттің қолдануы тым кең етек жайып кетті. Яғни бұның бізде пайдалы жақтары болуы да мүмкін, бірақ зиян жақтары да тым көп. Бұл жерде біз бұндай ғой. Әр дүниенің зияны пайдасы бар. Сол секілді, мысалы, пышақтың да зиян пайдасы бар. Оны тамақ туыруға да қолдануға болады, немесе біреуге зиян келтіруге қолдануға болады. Сол секілді, жасанды интеллект бұл өте пайдалы құрал. Бірақ та оны біз дұрыс қолдана алмасақ, ол өзімізге зиян болады. Сондықтан біз балаларды оны қолданудан бас тартуға міндеттемейміз. Оны дұрыс қолдануға үйретеміз. Оны пайдалырақ пайдалануға үйретеміз. Қорытындылай келе, заманауи ұстаз тек қана ақпарат көзі емес,
қажет кезде дос та бола білетін, керек кезінде психолог та бола білетін, және де сенің тұлға болып қалыптасуыңа ең маңызды жан. Бүгінгі подкастымызға құрметті қонақ болып келгеніңізге көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, сау саламат болыңыздар.